Сәлем достар, қалдарың қалай? Hello, how are you? What's up? Бүгін бізде 7-ші сабақ. Бұл сабақта біз үй, бөлмелер және де жиһаздарды ағылшынша атап үйренетін боламыз. Яғни дом, үй, house ағылшынша, иә? Ал бөлмені ағылшынша room деп атаймыз. Мебельді furniture деп оқиды екенбіз. Достар, сіздер әлі бұл каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, қолдап кетіңіз. Жатын бөлме, яғни спальныйды біз bedroom деп оқимыз. Кір жуатын бөлмені, яғни прачечный деп атаймыз ғой орысша, соны біз ағылшынша laundry room деп оқимыз. Жуынатын бөлмені, яғни ванный деп атаймыз ғой, соны ағылшынша біз bathroom деп оқимыз. Келесі бізде жұмыс істейтін бөлме, жеке кабинетті study room деп оқимыз. Келесі қонақ күтетін гостиныйды біз ағылшынша living room деп оқимыз. Үйдің кіреберіс жері дәліз, ағылшынша hallway, яғни коридор. Ас бөлмені, яғни столовойды біз ағылшынша dining room деп оқимыз. Ас әзірлейтін бөлме, яғни кухняны біз ағылшынша kitchen деп оқимыз. Ендігі кезекте достар, біз жиһаздарды, яғни фурнитуrsты оқып бастайық. Бірінші бізде кресло, оны ағылшынша armchair деп оқимыз. Келесі бізде кровать, яғни төсекті ағылшынша bed деп оқимыз. Келесі холодильник, яғни тоңазытқыш, ағылшынша refrigerator деп оқимыз. Баспалдақ, лестница, ағылшынша stairs. Диван, ағылшынша sofa. Кілемді, яғни коверді, ағылшынша біз carpet деп оқимыз. Есік, яғни дверь, ағылшынша door. Үстел, яғни стол, ағылшынша table болып оқылады. Телефонды ағылшынша telephone деп оқимыз. Келесі сурет бізде радионың суреті, яғни оны ағылшынша radio деп оқимыз. Одан кейін бізде стул, яғни орындық, ағылшынша chair. Келесі сурет бізде плита, яғни газ плита, оны қазақшаға аударғанда пеш болып аударылды. Ал ағылшынша stove. Шомылатын бөлме, яғни ванная, оны біз ағылшынша bath. Яғни мына суретте көрсетілген осы bath деп оқылады. Ары қарай келесі сурет бізде душтың суреті, яғни оны ағылшынша shower деп оқимыз. Келесі айнаның суреті, ол зеркало, ағылшынша mirror. Жастық, подушка, ағылшынша pillow. Орамал, яғни қол сүлгісі, ол полотенце, ағылшынша towel. Келесі бізде шаң сорғыш, ол пылесос, ағылшынша vacuum cleaner. Осымен достар, біздің сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.